неге? Өйткені вирус іштегі дамып жатқан балаға әсер етеді. Ол токсиндердің концентрациясын азайту үшін сіз көп сұйықтық ішу керексіз. Балада туа біткен ақаулар пайда болуы мүмкін. Менде 17 апта замерший болды, генетикалық ақаулар деп айтады. Қан тамырлар қысылатын болса, демек балаға ауа дұрыс бармайды. Кальций күніне 1 грамм қабылдау жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекцияларға міндетті түрде анализ тапсыру керек. Жаттығулар жасау ол толғақтың уақытылы келуіне жақсы әсерін беретін. Келесі сұрақ: слизистая пробка қан араласып түсіп жатыр, 3 күннен бері толғақ жоқ, толғақ қалай шақырсам болады дейді. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер акушер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі видео өте пайдалы видеолардың бірі, өйткені бұл видеода сұрақ-жауап айдары болады. Мен өзімнің инстаграм парақшамда оқырмандарыма жүктілікке қатысты, гинекология, әйел денсаулығына қатысты сұрақтар қойыңыздар деген болатынмын, және де дәл осы видеода мен ол сұрақтарға жауап беретін боламын. Өзімнің инстаграмымды осы видеоның астына сілтемесін қойып кетемін, тіркеліп алыңыздар. Сонымен бірінші сұрақ: сәлеметсіз бе, 21 апта ОРВИмен ауырып қалдым, не істесем болады дейді. Қыздар, действительно жүктілік кезінде ОРВИ дегеніміз острый респираторный вирусный инфекция, мысалы грипп ауруы әйелге де, құрсағындағы сәбиге де қауіпті болуы мүмкін. Неге? Өйткені вирус іштегі дамып жатқан балаға әсер етеді, шынымен де. Сондықтан бұл жағдайға біз немқұрай қарамаймыз. Бірақ дегенмен үй жағдайында жасалуы керек нәрселер бар. Ең бірінші, ОРВИ кезінде, грипп кезінде, тұмау кезінде ол обильное теплое питье, яғни көбірек сұйықтық ішу керек. Неге ОРВИ кезінде, грипп кезде адамның бұлшық еттері ауырады, сүйектері сырқырайды, бас ауырады? Өйткені ол вирус адамның ағзасына өзінің токсиндерін бөледі. Ол токсиндердің концентрациясын азайту үшін сіз көп сұйықтық ішу керексіз. Чем больше, тем лучше. Егер де аллергияңыз болмаса, апельсин, лимон, имбирь қосыңыз, бал қосыңыз, малина қосыңыз, максимально көп сұйықтық ішкеніңіз дұрыс. Екінші момент, ол сіздің тұратын үйіңіздегі, бөлмеңіздегі температура және де ылғалдық маңызды. Өйткені, мысалға, сіздің ұйықтайтын бөлмеңіз құрғақ болатын болса, мына мұрын қуысындағы жасушалар құрғап кетеді де, ол вирустың ары қарай өршуіне, ары қарай ауырлауына сіздің жағдайыңыздың алып келеді. Сондықтан да сіздің ұйықтайтын бөлмеңіздің температурасы шамамен 20-22 градустың арасы болу керек, ылғалдық 50-60% ортасы болу керек. Үшінші нәрсе, ол температураны қадағалау. Өйткені жүктілік кезінде ол бүкіл зерттеулермен дәлелденген. Жүктілік кезінде әйелдің дене қызуы 39 градустан асатын болса, соның ішінде алғашқы триместрда, яғни жүктіліктің алғашқы 12 аптасында ол балаға тератогенді эффект береді. Өйткені көптеген келіншектер жүктілік кезінде дәрі-дәрмектер қабылдауға қорқып жатады. Ол действительно дұрыс. Жүктілік кезінде максимально қолдан келгенше дәрі-дәрмектер қабылдамауға тырысу керек, бірақ температураны да жоғарылатпау керек. Яғни бұндай жағдайда из двух зол выбирают меньшее дейді. Температураңыз 40-41 болып жатса, ол балаға да сізге де қауіпті. Ондай жағдайда действительно парацетамол препаратын қабылдауға көрсеткіш бар. Жаңа айтып кеткендей, тератогенді эффект дегеніңіз, сіз дәрі-дәрмектен қорқып отырсаңыз, ол температура сіздің ағзаңыздағы, сіздің дене қызуыңыздың көтерілуінің өзі балаға әсер етуі мүмкін. Балада туа біткен ақаулар пайда болуы мүмкін. Сондықтан жүктілік кезінде міндетті түрде температураны қадағалаңыздар. Және де ОРВИ ол үй жағдайында өз бетіңізбен емделетін нәрсе емес. Соның ішінде қазіргі жағдайда кор, тағы да басқа ветрянка сияқты аурулар болуы мүмкін. Сондықтан егер де сіз жүкті келіншек болсаңыз, міндетті түрде дәрігерді, бармасаңыз да емханаға, үйге шақырып, міндетті түрде өкпеңізді тексертіп, міндетті түрде дәрігердің қадағалауымен ем алу керексіз. Екінші сұрақ: менде 17 апта замерший болды, 5 баладан кейін бірінші рет неге дейді. Замерший болудың бірнеше себептері бар. Біріншіден, ол сіздің ұрық, яғни яйцеклетка мен сперматозоид, аталық және аналық жасуша кездесіп эмбрион пайда болған кезде, ол эмбрионға сырттай бірдеңе әсер етуі мүмкін. Сіз мысалға то же самое вируспен ауырып қалған болуыңыз мүмкін. Сіз бір дұрыс емес тамақ жеп қойған болуыңыз мүмкін. Қандай да бір радиация әсер еткен болуы мүмкін. Немесе бұл генетикалық ақаулар деп айтады. Генетикалық дегенді дұрыс түсіну керек, ол тұқым қуалаушылық емес. Яғни ондай статистика бар. Соның ішінде алғашқы 12 аптасында болған осындай замерший жүктілік
жүктіліктің 90-95%-ында болатын ол генетикалық ақаулар. Яғни мысалға аталық жасуша кездесіп эмбрион болып жатқан кезде ол жерде енді ол 100% емес қой, ол жерде бір қателіктер кетіп қалуы мүмкін, және де сол процесте эмбрион не жизнеспособный болса, яғни ол эмбрион ары қарай дамып бала болып өмірге келген кезде ол ауру, өмір сүре алмайтын не жизнеспособный адам болатын болса, ол сол моментте сол енді эмбрион болып бастап жатқан кезінде осындай замершая беременность деген нәрсе орын алу мүмкін. Және де жүктіліктің 12 аптасына дейін орын алатын анембриония, замершая беременностьтің как раз таки себептері осы. Келесі сұрақ, біріншімде толғақ кезде давление болды, емдеуге бола ма, екіншісінде болу мүмкін бе дейді. Жүктілік кезінде қан қысымын көтерілуін біз или жүктілікке қатысты артериальный гипертензия деп атаймыз, гестационный гипертензия деп атаймыз. Егер жүктілікке дейін әйелде ешқандай қан қысымы көтерілмеген болса, тек қана жүктілік кезінде көтерілетін болса, және де зәрінде ешқандай белок көрсеткіші жоқ, зәрі тап-таза, бірақ тек қана давление көтерілетін болса, біз оны гестационный гипертензия деп атаймыз. Егер де әйелде плюс жүктілік кезінде қан қысымы көтеріледі, оған қосымша зәр анализінде белок анықталатын болса, біз преэклампсия деген диагноз қоямыз. Қан қысымының көтерілуі, ол гипертензия болсын, ол преэклампсия болсын, разница жоқ. Көтерілу ол қауіпті. Ол действительно балаға, іштегі дамып жатқан баланың дамуына кері әсерін беруі мүмкін. Мысалға, іштегі дамымай қалу деген сияқты сондай нәрселерге алып келуі мүмкін. Сондықтан да енді еміне келетін болсақ, міндетті түрде гинеколог, кардиолог, терапевт, осы 3 маман қарап отырып назначение беріледі. Яғни бұл жерде сіздің давлениеңіздің мөлшері, көрсеткіші нешеге дейін көтеріледі. Жалпы сіздің жағдайыңыз, сіздің анализдеріңіз, биохимия анализі, зәр анализі, белок бар ма, жоқ па, соның барлығын қарастыра келе сізге ем тағайындалады. Және де ол емнен қорықпау керек. Действительно жүктілік кезінде сіз өзіңіздің қан қысымыңызды регулировать етіп отыруыңыз маңызды. Өйткені жаңа айтып кеткендей, қан қысымы жоғарылаған кезде біздің қан тамырларымыздың барлығы қысылады. Ал бала мен ананың арасындағы баланың орны плацентадағы бүкіл қан тамырлар қысылатын болса, демек балаға ауа дұрыс бармайды, қоректі заттар дұрыс бармайды, бала дұрыс дамымайды деген сөз. Сондықтан жүктілік кезінде давленияны регулировать ету өте маңызды. Енді еміне келетін болсақ, оны толық жүктілік кезінде емдеу мүмкін емес, бірақ қан қысымын регулировать ету үшін арнайы дәрі-дәрмектер тағайындалып, ол нәрсе жасауға болады. Және екінші жүктілікке келетін болсақ, егер де мысалға сізде бірінші жүктілікте преэклампсия немесе қан қысымының жалпы көтерілуі орын алса, ол екінші жүктілікте қайталанады деген нәрсе емес. Бірақ мынандай нәрсе бар, бірінші жүктілікте преэклампсия жағдайы, қан қысымының көтерілуі және белоктың пайда болуы бірінші жүктілікте жиі кездеседі. И уже екінші, үшінші жүктіліктерде кездеспейді. Бірақ ол сізге окей, бірінші жүктілігімде кездесті, енді кездеспейді ғой деп ары қарай немқұрай қарау емес. Сіз осы бірінші балаңызды аман-есен босанып алғаннан кейін міндетті түрде зерттеу керексіз, өзіңізді анализдер тапсыру керексіз, қандай себеппен ол болды, оны анықтау керексіз, келесі жүктілікке сауатты дайындалу керексіз, және де келесі жүктілік болған кезде сіз профилактика әдістерін жасау керексіз. Ол дегеніміз не? Келесі жүктілік бастаған кезде осы преэклампсияның алдын алу үшін қан сұйылтатын препараттарды қабылдау, аспирин препараттарын қабылдау, және екіншіден ол жүктіліктің 16 аптасынан бастап кальций күніне 1 грамм қабылдау, осы жүктілік кезінде қан қысымының көтерілуі, преэклампсия жағдайларын алдын алуға көмектеседі. Келесі сұрақ, жүктілікке дайындалу үшін қандай анализдер тапсырады дейді. Ол бірінші жалпы анализдер болу керек. Яғни сіздің жалпы ағзаңыздың жағдайын анықтайтын жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, биохимия, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, жамбас органдарының УЗИі, одан басқа міндетті түрде болашақ ана және де болашақ әке ол жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекцияларға міндетті түрде анализ тапсыру керек. Ол хламидия трахоматис, ол гонорея, ол микоплазма гениталиум, және де төртіншісі ол трихомонада. Осы 4 жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекцияға міндетті түрде болашақ ана және де болашақ әке анализ тапсыру керек. Ол именно қан арқылы емес, методом ПЦР, яғни мазок алу арқылы осы инфекцияларды анықтау керек. Бұдан басқа, мысалға ВИЧ-инфекция, сифилис сияқты ауруларға да міндетті түрде анализ тапсыру керек. Көтергенімді білдім, қандай витамин ішу керек дейді. Жүктілік енді басталған кезде
негізі жүктілікке дейін хотя бы кем дегенде 1-2 ай фолий қышқылы міндетті түрде қабылдау керек витаминдердің бірі болып табылады. 400 микрограмм тәулігіне. Және де егер де сізде жалпы жүктілікке дайындалу барысында витамин Д да анализ тапсырғаныңыз дұрыс. Егер де дефицит болса, жүктілік кезінде дефицитті толтыру үшін, егер де дефицит болмаса, профилактикалық түрде 600-1200 халықаралық бірлік витамин Д-ны қабылдауға болады. Толғақ шақыру үшін жаттығулар жасаған дұрыс па? Менде алғашқы жүктілік дейді. Я, дұрыс. Действительно, қазіргі таңда зерттеулердің қорытындысы бойынша белсенділік жаттығулар жасау ол толғақтың уақытылы келуіне жақсы әсерін беретін дәлелдеген. Одан басқа жүктілік кезінде белсенді болу, жаттығулар жасау ол сіздің ағзаңызға, баланың ағзасына, қан айналымына өте күшті әсерін береді. Сондықтан міндетті түрде жаттығуды жасау керексіз. Келесі сұрақ: слизистая пробка қан араласып түсіп жатыр, 3 күннен бері толғақ жоқ, толғақ қалай шақырсам болады дейді. Толғақ шақыруға сіздің қажеті жоқ. Неге? Өйткені сізде уже слизистая пробка түсіп жатыр дегеніміз, ол сіздің жатыр мойныңыз уже қысқарып, дайындалып жатыр деген сөз. Яғни сізде уже толғаққа дайындалып жатыр. Сондықтан да сізде ол дегеніңіз ағзаңыз дайындалып жатыр, толғақ келеді жақын арада деген сөз. Өйткені бірінші жүктілік болса, мысалға, ол пробка примерно 1 апта бұрын түсіп бастауы мүмкін. Сондықтан сізге ешқандай толғақ шақыру үшін бір әдістерді қолданудың қажеті жоқ. Просто өзіңізге жақсы көңіл күй сыйлап, босаңсып, жақсы көңіл күйде жүріңіз, соның өзі жеткілікті. Толғағыңыз міндетті түрде өзі келеді. Келесі сұрақ: метрогил система алса әйелдер тез көтереді екен, сол рас па, қалай әсер етеді дейді. Метрогил дегеніміз ол антибиотик. Оның сіздің бала көтермеуіңізге ешқандай әсері жоқ. Метрогил ол бізде көбінесе жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялар анықтаған кезде антибиотик ретінде қолданады, бірақ ол сіздің бала көтермеуіңізге ешқандай әсері жоқ. После разрыв неше айдан кейін жаттығу жасауға болады дейді. Және сразу спираль салдырса болады ма дейді. После, егер де сізде босанғаннан кейін разрывтар болып жатса, бірақ максималды түрде разрывтар болмауға тырысу керексіз. Ол үшін сіз жүктілік кезінде жеңіл разрывсыз босануға дайындалу керексіз. Ал разрыв болған жағдайда, онда сіз жаттығулар жасау алдында міндетті түрде оны толығымен біткенін қадағалау керексіз. Ол примерно 2-3 айдың көлемі. Спиральға келетін болсақ, әйел босанғаннан кейін жатыры примерно 3 ай, кейбір әйелдерде даже 6 ай орнына келеді. Яғни сіздің жүктілікке дейін жатырыңыздың көлемі примерно сіздің мына жұдырығыңызбен бірдей болса, жүктілік кезінде ол 4 килограмм бала сиятындай осындай үлкен көлемге дейін өседі. Сондықтан ол сіз босанғаннан кейін сразу 2 күнде қайтадан бұрынғы орнына келмейді, ол постепенно болатын процесс. Енді сіз егер де мысалға босанғаннан кейін, 1 айдан кейін спираль қойып алатын болсаңыз, ол просто-напросто түсіп қалуы мүмкін. Өйткені сіздің жатырыңыз жиырылу барысында, мысалы 3 айға дейін жиырылатын болса, ол ішіндегі нәрсені сыртқа шығарып жіберу мүмкін. Ал сіз оны байқамай қалуыңыз мүмкін. Мысалы дәретке бардыңыз, әжетханаға, ол түсіп қалды, сіз даже байқамай қалдыңыз оны. И сіз ойлайсыз, мен жүктіліктен қорғандым, спираль қойдым, маған демек жүктіліктен қорғанудың қажеті жоқ деп, сіз көтеріп қалуыңыз мүмкін, егер де сізде овуляция уже жүріп жатқан болса. Өйткені жалпы сіздің босанғаннан кейін етеккіріңіз келмегені ол міндетті түрде сізде овуляция жоқ деген сөз емес. Сізде овуляция жүріп жатқан болуы мүмкін, және де сіз уже бала көтеруіңіз мүмкін. Сондықтан да негізі 3 айға дейін басқа контрацепция методикаларын қолданып, ал уже спираль салғыңыз келсе, негізі 3 айдан кейін салғаныңыз дұрысырақ болып табылады. Келесі сұрақ: менің зрением нашар, өзім босануға мүмкіндігім бар ма дейді. Я, бар мүмкіндігіңіз. Өйткені мысалға менде очки киемін, ол міндетті түрде зрениесі нашар болса кесарево болады деген сөз емес. Бірақ не нәрсе әсер етеді, ол сіздің сетчаткаңыздың жағдайы әсер етеді. Яғни сіз кесар тілігімен босанасыз ба, немесе өзіңіз босанасыз ба, ол тікелей осы сетчатканың жағдайына байланысты. Оны біз қалай анықтаймыз? Біз жүктіліктің 29-30 аптасында окулистке барамыз да циклоскопия деген анализ тапсырамыз. Ол біздің көзіміздің арт жағындағы сетчатканы зерттейді. Егер де сетчаткамыз жақсы болса, бізге окулист өзің босануға рұқсат деп береді. И сол қағазбен сіз барып өзіңіз босанасыз. Неге бұл анализді өту маңызды? Өйткені сетчатка кейбір адамдарда
жүктілік кезінде нагрузка болғанның салдарынан бір ажырап бастаған болуы мүмкін. Және де сіз босану барысында күшенген кезде, одан сайын нагрузка түскен кезде, ол сіздің көзіңізге кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде оны тексереміз, және де окулисттің заключениесінен кейін уже сіз өзіңіз босанасыз ба, немесе ол кесар тілігі бола ма, сол анықталады. Кейбір жағдайларда с исключением потужного периода деп береді. Яғни сіз толғақ барысын бәрін өзіңіз жақсы өткізесіз, бірақ сіз күшену керек кезде, яғни босанудың екінші кезеңінде сізді күшендірмей баланы солай алып шығады. Ондай да болуы мүмкін. Және де кейбір қыздардың жасайтын қателігі, ол жүктіліктің 20 аптасында барады, циклоскопия түсіп алады да, міне маған значит босануға болады деп ойлап қалады. На самом деле ол дұрыс емес. Неге? Өйткені біз неге 29-30 аптаны қоямыз? Бұл әйелдің ағзасына максимально нагрузка түсетін уақыт. Қанның ең көп көлем, яғни объем крови дейміз ғой, ең көп ұлғаятын уақыт. Сондықтан бұл анализді 29-30 аптасында жасаған дұрыс. Егер де окулист өзіңізге босануға болады десе, пожалуйста, өзіңіз босанасыз. Жүктілік 18 апта, түшкірсем, дәрет шығып кетеді, не істесем болады дейді. Не үшін сізде 18 аптада уже шығып кетеді дәретіңіз? Демек, сіздің жамбас бұлшық еттеріңіз әлсіз. Сондықтан да негізінде жүктілікке дейін оны нығайту керек еді, яғни жаттығулар жасау керек еді, бірақ енді жүктілік кезінде жатсалатын арнайы жаттығулар бар, жамбас бұлшық еттерін, интимді бұлшық еттерін нығайту керек. Және де бұл жаттығулар тек қана дәреті тұрмай қалатын емес, бәрі идеальный жүкті келіншектерге де жасалу керек. Неге? Өйткені бұл босанғаннан кейінгі осы дәреттің шығып кетуі, түшкіргенде, жөтелгенде, күлгенде дәреттің шығып кету проблемасын алдын алады. Сондықтан жүктілік кезінде бұл жаттығуды міндетті түрде жасаңыздар. Қалай десеңіздер, мысалға күніне 3 рет, мысалға таңертең завтрак таңғы ас ішіп жатқан кезде астыңғы бұлшық еттерді қысып жіберіп, яғни 10 реттен осылай таңертең, түскі уақытта, кешкі уақытта жасасаңыздар болады. Оның бірнеше техникалар бар, соларды жасасаңыздар болады. Жүктілік кезінде варикозға, жыныс еріндеріне қандай күтім керек дейді. Прям специфический күтім жоқ, бірақ эластичные шорты деген бар. Міндетті түрде варикоз болса, ондай шорты кию керек. Және де негізі ангиохирургқа, егер де прям үлкен варикоз болса, онда ангиохирургқа, сосудистый хирургқа қаралу керек. Және де қан сұйылтатын препараттар, гельдер жергілікті, яғни местно жағуға назначение беруі мүмкін. Ассаламалейкум, Элевит 23 аптадан бастап ішіп жүрмін, бүгін таусылды дейді. 27 апта 9 айға дейін ішуге, 9 айына дейін ішуге бола ма? Екінші, үшінші триместр ішіп жүредім, бүгін бітті, бір ай болды уже дейді. Жалпы мен поливитаминдерді қатты құптамаймын. Неге десеңіздер, поливитаминдердің ішінде мысалға бір 10 дәрумендер, микроэлементтер түрі болуы мүмкін. Және де біз ойлаймыз, ішінде қаншалықты көп витамин бар, демек соншалықты маған пайдалырақ болады деп ойлаймыз да. Енді мысалы витамин С да бар, А да бар, Б да бар, ой күшті витаминге байып жатырмын деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ өкінішке орай поливитаминдердің ішінде бір нәрсе қарастырылмайды. Қандай десеңіздер, ол кейбір дәрумендер бір-біріне антагонист, яғни бір-бірінің сіңуіне әсер етеді. Мысалға сіз темір қабылдайтын болсаңыз, кальций қабылдайтын болсаңыз, ол бір-біріне кері әсерін етеді. Кері әсерін береді, яғни кальций темірдің сіңіруін тежейді. Демек сіз ол арқылы өзіңіздің анемияңыз болса, оны орнын толтыра алмайсыз, темірдің орнын. Сондықтан да поливитаминдердің бір минусы сол. Екіншіден, поливитаминдерде всегда микродозировка болады. Мысалға сіздің витамин D дефицит бар делік сізде, ал сіз аласыз да поливитаминнің ішінде, витамин D бар екен ғой дейсіз де, оны қабылдайсыз. Бірақ оның ішінде мысалға витамин D бар болған 400 халықаралық бірлік болуы мүмкін. 400 ме международный единица деп жазып тұрады. Бірақ ол сіздің дефицитіңізді жабуға ешқандай көмектеспейді, ол капля в море. Сондықтан сізге көбірек дозировканы қабылдау керек. Сондықтан да мен жалпы поливитаминдерге көз қарасым кішкене құптамаймын. Негізі сіздің әр бір адам өзінің ағзасына байланысты, өзінің дефициттарына байланысты қажетті дәрумендермен қажетті микроэлементтерді қабылдау керек. После замерші қанша уақыттан соң пландау керек дейді. Қараңыз, сіз егер де бір рет замерші болса, тек қана, онда сіз, мысалы жаңа айтып кеттім ғой, жүктілікке қалай дайындалу керек екен, дәл сол анализдерді тапсырсаңыз жеткілікті. То есть неге менде замерші болды деп ізін қуып қажеті жоқ. Неге десеңіздер, жаңа айтып кеттім, соның ішінде алғашқы жүктіліктің 12 аптасында болатын замершілардың 95% ол генетикалық себептер, яғни ол сізге тікелей, сіз ол нәрсеге әсер ете алмайсыз. Сондықтан да
жалпы анализдер тапсырады. Бірақ егер де сіз 3 рет, 4 рет, 5 рет замерші болса, выкидыштар болса, онда әрине сіз генетикқа да бару керексіз. Әрине сіз жаңағы өзіңіздің қаныңызды да тексересіз. Мысалы, антифосфолипидный синдром деген сияқты синдромдарға тексерілесіз. Яғни қосымша анализдер тапсыру керек болады. Бірақ сіз именно 3 ай күту керексіз, немесе 6 ай күту керексіз деген нәрсе жоқ. Мысалға, сізде 1 рет замерші болып қалды, сіз анализдерді тапсырасыз, себебін анықтауға тырысасыз. Егер де себебі анықталса, оның себебін емдейсіз. Мысалы, қалқанша безінде проблемалар болса, ол замершіге алып келуі мүмкін, выкидышқа алып келуі мүмкін. Сіз оны емдейсіз, уже анализдеріңіз дұрысталғаннан кейін жүктілікті жоспарлай бересіз. Егер де сіз барлық анализді тапсырдыңыз, ешқандай проблема анықталған жоқ болса, онда келесі сіздің етеккіріңіз келді, мысалға келіп кетті етеккіріңіз, келесі айда уже жүктілікті жоспарлай берсеңіз болады. Сәлеметсіз бе, менде 11 апта гематома, угроза, не істеймін, дюфастон жазып берді, ішуім керек пе дейді. Қараңыз енді. Бұл жерде бірінші дюфастонды ішу ішпеу, ол нақты диагнозға байланысты. Бізде өкінішке орай кішкене ішім ауырып тұрма, болды сенде угроза. УЗИда кішкене гематома бар ма? Болды сенде угроза, дюфастон іш, утражыстан іш деген сияқты назначениялар дұрыс емес беріліп жатады. Неге десеңіздер, мысалға, эмбрионның даму барысында физиологиялық тұрғыда кейбір жағдайларда гематома болады. И это считается нормальный этап беременности. Сондықтан да дюфастон мен утражыстанға тікелей нақты көрсеткіш болу керек. Яғни менде гематома екен, немесе менде ішім ауырып тұр екен кішкене деп, оңды солды дюфастон, утражыстанды қабылдауға болмайды. Қыздар, осымен бүгінгі видеоны аяқтайын. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта басқа видеоларда кездескенше менің Instagram, Telegram арнама сілтемелердің барлығын осы видеоның астына салып қоямын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.